Сәлем, менің жүктім. Ұзақ уақыт демалыстан кейін, яғни мен босандым, арада біраз уақыт өтіп кетті. 15-16 апта жайында бүгін сөз қозғайтын боламын. Давайте мені қолдап, лайк басып, подписка жасап, және осы апталардағы немесе осы аптаға жақындап қалған жүкті таныстарыңызға переслать етіңіз. Сәбидің дамуы 15 аптада. Сәби шамамен 10-12 сантиметр, салмағы 80-100 грамм. Терісінде әлі май жоқ, бірақ ұсақ түктер, лануго пайда болады. Терінің астында қан тамырлар айқын, белгілі көрінеді. Құлақтары толық қалыптасып, сыртқы дыбыстарды ести бастайды. Иә, сіздің сөйлеп жатқан әңгімеңізді, біреумен сөйлескеніңізді барлығын ол естіп жатады. Сіз баламен жиі-жиі әңгімелесіңіз. Жүрек соғысыңыз, ас қорыту жүйесіндегі дыбыстар, тіпті жан жақтағы жаңағы сигнализация, музыка барлығын, иттің үріуі дейміз ба, барлығын естиді. Қол аяғын еркін қозғалтып, саусақтарын аузына салуы мүмкін. Ал енді 16 апта жайында айтайын. Ұзындығы шамамен 11-14 сантиметр, ал салмағы 100-120 грамм. Балаңыздың бет бейнесі айқындала түскен, көздері өз орнында, қасы мен кірпіктерінің негізі қалыптаса бастайды осы аптада. Бұл аптада кейбір аналар, яғни 2-3 жүктіліктегі аналар, оның қозғалысын сезуі мүмкін, көбелек жыбырлаған сияқты. 16-15 апталарда УЗИ арқылы балаңыздың жынысын көре аласыз. 15-16 апталықтарда анасының ағзасындағы өзгерістер жайлы айтайық. Ішіңіз анықтай көріне бастайды. Әсіресе 2-ші жүктілік болса, тезірек байқалады. Және де бұрын ішіңіз бар болған болса, яғни ішіңіз қалып кеткен болса, онда оған тағы да іш қосылады. Яғни айқынырақ көріне бастайды. Қан көлемі ұлғаяды, яғни ағзаңыздағы қанның көлемі ұлғайғандықтан жүрек соғысы жиілей бастайды. Қанды айналдыру керек көп болған қан. Тезірек қозғалған кезде, көп жұмыс істеген кезде жүрек соғысыңыз қатты соға бастайды. Тершеңдік артуы мүмкін, сәл қозғалған кезде терлеуіңіз мүмкін. Кейбір әйелдерде мұрынның бітелуі жиі байқалады. Қызыл иектің қанауы, тіпті мұрнынан қан кетуі де мүмкін. Бұлардың барлығы гормондардың әсерінен. Жүктіліктің осы кезеңінде энергияңыз артып, өзіңізді сергек сезінуіңіз де мүмкін. Жүктілікке ауру ретінде қарамасаңыз, барлығын позитив жағынан қарасаңыз, балаңызбен сөйлесіп, балаңыз жайлы көбірек ойласаңыз, иншалла гормондарыңыз да реттеліп, тәбетіңіз күшейеді, бірақ артық салмақ қоспау үшін дұрыс тамақтану керек. Яғни дұрыс тамақтану не екенін білесіз ғой? Майлы, ұнмен және дрожжы бар ұнды тағамдарды көп жемеуге тырысыңыз. Ал енді тамақтану және өмір салтыңызды қалай әрі қарай жалғастырамыз. Рационыңызда кальций мол болсын. Сүт өнімдері, ірімшік, брокколи, шпинат деген сияқты кальцийге бай өнімдер, темірге бай тағамдар, қызыл ет, жасыл жапырақты көкөністер, қара өрік, фолий қышқылы мен дәрумендер қабылдауды жалғастыруыңыз қажет. Газдалған және тәтті сусындарды, фастфудтарды шектеу керексіз. Күн сайын таза ауада серуендеңіз. Жеңіл желпі жаттығулар жасаңыз. Мысалға, жеңіл йога жаттығуларын жасауыңызға болады. Дәрігер кеңесімен тексерулер, яғни 15-16 аптада жоспарлы УЗИ-ға түсуіңіз керек. Бұл кезде дәрігер баланың дамуын, ішкі ағзаларын жақсылап тексеру қажет. Даунаға тапсырып қойған болсаңыз, басқа да қан талдаулары мен қан қысымыңызды тексеру керек. Анемияға және бүйрегіңізді тексеру керек. Тіс дәрігеріне барып тісіңізді тексертуіңіз керек. Осындай жақсылап қарап, өзіңізде болып жатқан басқа да симптомдармен дәрігермен бөлісіңіз, қаралыңыз. Психологиялық жағдайға келетін болсақ, бұл жерде көптеген болашақ аналар осы кезеңде жүктілігін толық сезініп, аналық мейірімді көбірек бастан кешеді. Дегенмен уайым, қорқыныш немесе көңіл күйі ауытқуы болуы мүмкін. Және бұл қалыпты. Кейде жылап қалуыңыз, кейде күле беруіңіз, сәл болмаған нәрсеге ренжіп қалуыңыз, бұл қалыпты. Сізде гормондар ойнап жатыр. Бұл состояниеңізбен, яғни күйіңізбен, жақындарыңызбен көбірек сөйлесіп, осы мәселе туралы талқылаңыз. Сізді уайымдататын мәселелер туралы жан-жарыңызбен немесе туыстарыңызбен әңгімелесіңіз. Енді менен кеңестер. Ішіңізге қолыңызды қойып, сәбиіңізбен жиі сөйлесіңіз.
мұсылман дінін ұстанатын болсаңыз, Құран қосып қойыңыз, уағыздар тыңдаңыз, және ыңғайлы киімдер киіңіз. Сізде егер тар киімдер болса, онда ыңғайлы хб матасынан, яғни мақтадан жасалған маталардан киімдер алыңыз. Нығыз матадан, синтетика маталарынан киім кисеңіз, сіздің денеңізді қысып, сізге және балаға дискомфорт сыйлауы мүмкін. Және ұйқыңызды дұрыстаңыз. Көп аналар түнде ұйықтамайды да, күндіз аз ұйықтайды, немесе күндіз шаршаңқы жүреді. Жұмыста болуы мүмкін, үйдің бір жұмыстары шығуы мүмкін, немесе басқа балаларына қарауға тура келеді. Сондықтан түндегі ұйқыңызды қалыпқа келтіріп алыңыз. Және жамбас тұсыңыз ауырса, бел тұсыңыз, қатты уайымдамаңыз. Бұл ауру қалыпты, бала өсіп жатыр, балаға салмақ қосылып жатыр. Егер де бел тұсыңыз төмен тартып, қатты шаншу немесе қатты налып дейді ғой, нойт етіп ауырса, онда жедел жәрдем шақырыңыз, немесе учаскелік гинеколог врачыңызға барыңыз. Бұл угрозаның белгісі болуы ықтимал. Міне 15-16 аптадағы жүктіліктің басты ерекшеліктері осындай. Өз тәжірибеңізді пікірде бөлісуді ұмытпаңызшы, басқа аналарға да қызық болады. Маған да қызық. 5 баланың анасы болсам да, естімеген елде көп деп қаншама комментариялар оқып жатырмын. Әр ана, әр қалай ағза, әр адам, әр субъект әр түрлі. Сіздің жүктілігіңізде басқаша бір ақаулар немесе ақаудың болмауы да бұл норма. Сондықтан да көңілді, әдемі жүктілігіңізді жалғастырыңыз. Амандықта, саулықта болыңыздар. Подписка басыңыз, қоңыраушаны басыңыз. Видео ұнаса лайк басыңыз.